Енді Хорошо, Қанат аға. мен мына нәрсені көрсете салайын. Аха. Менделеймен жұмыс істедіңіздер ма? Жоқ, мен істемедім. Мен Бастадым, EndNote-пен бірақ істегенмін. EndNote. Өте жақсы. Менделей деген сервис, керемет сервис бір. Mendeley.com. Оған сәйкесінше тіркелеміз. Мен авторизация жасап қойғам. Және онлайн кітапхана ғой, былай қарағанда. Цитаталар жасайтын. Оның ыңғайлы жері бүкіл жаңағы цитатаға керек нәрсені осы жерден аламыз да. Енді әрине бұған салу керек, иә. Бұған екі түрлі жолмен салуға болады. Мен негізі видео берген, сілтемелерін де берген кезінде. Мысалы бір әдебиет іздейміз дейік. Мысалы flood деп қояйық. Сонда мысалы мынандай нәрселер шығып жатыр дейді. Мынау енді кәдімгі цитатасы бар мақалалар, иә. Мен өз кітапханама, өз аккаунтыма қосқым келеді. Мен қоса саламын. Бұл бір жолы. Тура осы пайда болады. Mobile Augmented Reality, иә. Екінші жолы, егер мынаның ішінде табылмаған жағдайда, Scholar'ға барамыз да, кәдімгі Scholar Google. Сол жерден табамыз. Flood, деп тағы жазып көремін. Яғни автомат запрос істеп жатыр, өйтіп жатыр. Окей, мынау маған жарайды дейік. Иә, 33 тұстағысы бар екен. Мен мынадан қалай аламын? Цитировать деген басамда биптех форматына өтем. Сосын кейін ашылған мына сілтемені тура осылай көшірем да. Кәдімгі текстті документке салып, осылай бірнешеуін қатар-қатар етіп сала аламын дейік. Иә? Мысалы, атын сәл өзгертіп қояйық. Өсіп аламын да, бұны сақтаймын. Сохранить как. Сақтаған кезде мен оны текст форматында емес, текст емес, library деп қояйық. Citations дейік. Citations деп қоямын да, нүкте BIP форматына. BibTeX деген стандарт. Осылай жазылып тұр ғой, көрдіңіздер ма? BibTeX-тің құрылымы осы. Сонда бүкіл мазмұны мына фигуралық жақшаның ішінде болып тұр. Мен осылай істеймін да, жаба саламын. Осы файлды мен өзімнің кітапханама барып, ішіне саламын. Сосын жаңа естеріңізде болса, Floodmar деген біреуін қостым ғой. Оны мына recently added-тің ішінен көре аламыз. Mobile Augmented Reality for Flood Visualization деген бізде сілтеме пайда болды. Енді жаңа қосымша кітапхананы BIP форматынан алатын болсақ, import library дедік, BibTeX. Сосын жаңа файлымды аламын да, тура сол файлды Mar reports yearly. Одан тип бойынша іздеп көретін болсақ, қай жерге салып қойдым, бит деген форматтайды ғой. Яғни жаңа файлды қай жерге сақтаған дұрыс сияқты. Report Mar'дың ішіне салып жеттім ғой. Окей, мына ішінде екен. Мысалы, маған керегі тек BIB форматы болғандықтан осыны іздеп табам. Citations BIB деген. Осыны импорттаймын. Бұны көрдіңіздер ма? One file uploaded, two references generated. Сәйкесінше екі түрлі осындай сілтеме пайда болды. Жаңа бір деген жазып қойдым ғой, не істеріңіздер, ол да пайда болды. Сосын бастап пайда болды. Мен қажет емесін былай алып тастаймыз. Істемесін аламыз да. Белгілеп, мынадағы move to trash. Move to trash. Сонда мыналар пайда болды. Енді Word-қа барамыз да, осы Mendeley сайтты орнатып қоямыз. Ол онлайн сайттар арқылы жасалады ғой. Сонымен мынау аккаунтыңызбен байланысып тұр дейік. Осында жаңағы авторизация жасап, логинмен кіресіз, сонда бүкіл кітапханаңыз шығады. Және егер де мен азырынан, міне жаңартып тұр ғой, міне Ганно, Хайнес дегендер шықты бірден. Енді мен аламын да, мысалы мен сілтемемді былай қоямын.
insert citation. Сосын екінші саламда мынау дейді. Insert citation. Онда осылай істегеннен кейін нәтижесін барып қарайтын болсам, список использованных источников деген ол бізде макрос болып тұр. Ол автоматты түрде жаңарып жатыр, байқасаңыздар. Жаңағы соңғы қосқандарым барлығы шықты. Негізі бұл былай қойылады. Список использованных источников деген бөлімге барамыз да, онда ставить библиография. Бірақ ол библиография бізде Russian Ghost-пен жүру керек. Орысша Ghost-пен. Оны таңдап қойғаннан кейін барып, осыны қоямыз. Окей дейміз да. Updates. Міне. Бұның енді сілтемесінің мазмұнына қарай өзі істеп тұр. Байқасаңыздар, Ghost-қа сәйкес келтіріп тұрады. Енді әрине бұны стандартқа былай келтіріп аламыз. Ең соңында істейміз бұны. Барлығы дайын болып тұрған кезде. Себебі қайта-қайта ары бері көшіп кету мүмкін, формат өзгерген сайын қайтадан сброс жасап тұрады. Осындай сілтеме туралы. Ана текстіге баршы, басына баршы, ана бірге, екі, қандай, скобочкада бола ма, сонда российский стандарттар қандай? Квадратный скоб. Квадратный, мынау российский стандарт. Мына GOST, иә? Ана MDPI сияқты екен ғой, MDPI-да осындай стандарты. Түсінді ма? Жоқ, MDPI-дікі API ғой. Ол мынандай. Ол API, оның стандартын егер өзгертем десеңіз, ол API-да таңдайсыз. API 7-ші. Update citation style десеңіз, мынандай болып шыға келеді. Да? Или басқа журнал ма? Что-то квадратный скобкада болған, қай біреу? Мүмкін. Ол ii шығар, мынау шығар. Мынада ғой деймін, осылай. Сондай ма? Электрик инженер бір нәрсе дегендер, осылар қолданады. Мен стиль цитирование дегенді өзгерте береміз. Сілтеме стильдерін өстіп өзгертеміз, жаңара береді. Бұндай автомат түрде не нәрсеге жақсы бұл? Егерде мысалы мәтінді қозғаған кезде олар сонда шатаспайды, ешқандай. Сосын нумерациясы автомат жалғаса береді. Мысалы бір текстке біріктіреміз ғой, жақтарын. Бірінші тире 10-ші блокты біріктірген кезде сілтемелердің нумерациясы автомат шыға береді.